Кеш жарық, құрметті серіктестер, жаңадан келіп жатқан партнерлар, қосылып жатқандар. Бүгін біздің тақырыбымыз өте күрделі. Ол иммунитет. Яғни бізді кім қорғайды, қалай қорғайды, не қорғайды? Біз осы уақытқа дейін қалай өмір сүріп жатырмыз? Фагоцитоз деген не? Соның бәрін талқылап, алдымен үйреніп алайық. И сосын кейін IgG біздің продукция иммунитетке қандай үлесін қоса алады? Не істейді IgG біздің денемізде, ағзамызда ішкен кезде? Ал енді жалпы иммунитет деген не? Иммунитет деген бізді қорғайтын дүние. Ол біздің ішімізде бар. Екі түріне бөлінеді. Ол туа біткен иммунитет. Іште жатқан кезде бізде уже анамыз иммунитет береді. Одан кейін қалыптасқан иммунитет. Ол жаңағы өмір сүріп жатқан кезде жол жөнекей жаңағы қалыптасатын иммунитет. Сол екіге бөлінеді иммунитет деген. Ал енді туа біткен иммунитет, оны қалай айтсам, ол әлсіздеу. Өйткені ақпараты бар иммунитеттің, бірақ олар бір ғана нәрсені жасай алады. Қаруында бірақ қаруы бар. Қалай қорғау керек, соны білет, болды. Мысалы, сізді есігіңізді бұзып кірді, ал сізде қолыңызда бірақ қару. И то пистолет те емес, автомат та емес. Сол бір қарумен ғана күресесіз. Оны қатты әлсіз деп те айтуға болмайды, бірақ ол бізге уақытты үнемдейді. Уақыт өте маңызды жау шапқан кезде. Сол уақытты созып, барынша күресетін сол. Туа біткен иммунитет деген сол. Екіншісі, өмір сүрген кезде қалыптасқан иммунитет. Ол бұл жерде өте мықты. Табиғи иммунитет болады. Ол жаңағы өте өзі қорғайтын, күресетін қаруды шығарады. Сол иммунитет. Сосын кейін жасанды иммунитет болады. Жасанды иммунитет, оны барлықтарыңыз білетін, ол жаңағы вакцина сыворотка егеді. Яғни қаруды өзі жасамайды біздің ағзамызда. Ал вакцина кіргізген кезде қару беріп қойған сияқты болады. Сол жасанды, искусственный иммунитет дейді. Ал бұл жерде енді ең маңыздысы қарап отқаныңыз, өзіміз қару жасап, өзіміздің жасушалар қару жасаған иммунитет өте мықты болады. Бізге тосқауыл қоятын бірінші тосқауылымыз ол не? Ол химиялық барьерлер. Химияның барьері. Ол қандай? Біздің аузымызда лизоцим деген нәрсе бар. Мына аузымызда. Сол лизоцим бактерияларды езіп жібереді. Ал енді асқазанымызда бізде кислота бар. Барлықтарыңыз білесіздер, H-хлор. H-хлор мысалы түскен бактерияны ол да жойып жібереді, қорытып жібереді. Оған шыдамайды. Ферменттер бар тағы да. Мыңдаған ферменттер бар, олар да жаңағы езіп қорытып жібереді. Бізге түскен бактерия болсын, паразит болсын, негізі егер асқазан сау болса, ол любой нәрсені езіп жіберетін жағдай бар. Бірақ өкінішке орай қазіргі асқазандардың жағдайы өте нашар. Ал енді тағы да сондай қылдар бар. Ол бірінші тосқауыл бізде. Жауды кіргізбеуге ары қарай кіргізбейтін бірінші тосқауыл. Екінші тосқауыл қандай? Ол әрине біздің микрофлорамыз. Біздің микрофлорамыз ол екінші, ол шектің ішінде болады. Ол да жаңағы бізге күресуге 80% иммунитет біздің микрофлорамыз. Ол жаңағы шектің ішінде болады. Сосын кейін ол биологиялық тосқауыл. Тағы да қандай тосқауыл бар? Ол генетический. Қазір өкінішке орай балалар дүниеге келіп жатыр уже аллергиямен. Уже иммунитеті жаңағы дұрыс емес.
аллергиямен туылып жатыр. Ол іште жатқанда уже генетикасы бұзылған әңгіме деген. Сондықтан тағы да бұдан басқа тағы да екінші барьеріміз бар. Ол қандай? Химиялық. Биохимиялық тосқауыл қояды. Ол цитокиндер, ол комплементтер, ол жаңағы біздің ақуызымыз, ақуыз деген белок плазмадағы, барлықтарыңыз лимфоузел не екенін білесіздер. Сол жерде болады. Ақуыздар жаңа белки острой фазы дейді. Крови С1-нан С9-ға дейін сөйтіп белгілейді. От солар. Сосын кейін тағы да жасушаның тосқауылы, ол фагоцитоз. Фагоцитозды кезінде Илья Ильич Мечников осыны дәлелдеп берген. Тағы да үшінші тосқауыл, ол жаңағы жасушалардың қоятын тосқауылы, ол Т лимфоциттер. Т лимфоциттер. Гуморальный, қанның ішінде жүретін, міне, антитела, иммуноглобулины, сол антителалар и Б лимфоциттер. Тағы да не бар? Лейкоциттер бөлінеді екі түріне. Лейкоцитті бізді қызыл сүйек береді. Сүйектің ішінде, май жіліктің ішінен шығатын лейкоциттер. Олар екі түрге бөлінеді. Гранулоциты, агранулоциты деген. Жаңа гранулоцитарный, ол нейтрофилдар. Ол да фагоцитоз жасайтын. Байқасаңызда нейтрофил ірің. Өліп қалған лейкоциттар, нейтрофилдар, сол жаңағы осы іріңді көрген кезде, солар өліп қалған, істен шыққандар. Ірің болып шығады. От сол нейтрофилдар. Эзинофилдар, олар паразиттерді аңдиды. Паразитарный иммунитет деп қанның анализін қараған кезде эзинофилға өстіп көз жүгіртіп қарайды. Эзинофилдар 5%-дан асып кетсе, мына кісінің паразиттары көбірек екен деп болжам жасайды сол кезде. Тағы да базофилдар бар. Базофилдар оның ішінде гистамин сияқты химиялық заттар толып, гепарин, простагландин деген сол базофилдің ішінде тұр. Базофил жаңағы жауға шапқан кезде оның іші атылады. Сөйтіп сыртқа жаңағы нелер шығады, гистамин шығады. Гистамин деген дүние не істейді ол? Гистамин деген дүние, қазір аллергияға да өтем. Ол біздің тамырларымызды үлкейтеді. Тамырдың арасынан жол салады, тамырды үлкейтеді. Соның арасынан жаңағы гистамин қанға кетеді. Сол бұлшық етке кетеді, мысалы, басқа жаққа да кетеді. Сол жерде гистамин тамырдың арасынан шығып, бізге кірген кезде бізде проблема басталады. Мұрынның тамыры бәрі ашылған кезде бізде не болады? Көбірек жаңағы шырыш ағады. Қайта түшкіреміз. Мұрнымыз қып-қызыл болып кетеді. Сол жаңағы базофилдің жарылғаны. Ол аллерген тауып алады. Тағы да не бар бізде? Моноциттар бар. Моноциттар қанның ішінде доп-домалақ болып көрінеді. Олар агранулоцитыға жатады. Ал егерде басқа жерге өтсе, о жерде ол антиген жасап береді бізге. От сол антигендер антителаға әр заттың бізге өзімізге керек емес затта антиген, антитела деген нәрсені иммунитет жасап береді. Өйткені антитела мен антигені бар зат, ол кілт сияқты. Біздің кез келген жерімізді ашып жібереді, жасушаны ашып жіберетін кілттері бар. Ал біздің иммунитет оған қарсы антигенді қойып береді. Сол кілттің үстіне колпачок қып жауып тастайды.
сонда олар кіре алмайды. Осы антиген, антитело деген осы. Одан басқа бізде Т лимфоциттер бар, СД4 мен Т хелперлар. Т лимфоциттер олар 7 жасқа дейін өте көп кездеседі. Ол бізде безде болады. Вилочковая железа, тимус деген безде жасушалар шыққан кезде ең мықты лейкоцитті таңдап алады. Өте жаңағы несі дамыған. Сөйтеді дағы тимустың ішіне апарады да сол жерде дамытады. Т деген ат сол жақтан. Тимуста дамыған деген әңгіме. Олар тимус оны өсіреді, үйретеді, академиясына 7 жасқа дейін әбден үйретеді. Сонда біздің Т лимфоциттер, Т киллер мен Т хелперлар өте көп ақпаратты өздеріне жинайды жау туралы. Қандай жаумен кездесті, әрқайсысына сипаттама, фоторобот суреті бар, онымен қалай күресу керек, соның бәрін сақтайды. Сақтау қабілеті өте мол, архив. Өсе келе біздің тимусымыз кішірейіп қалады. Кішкентай, тіпті тарыдай болып қалады кейбіреуінікі. Сонда біздің қорғанысымызда әлсірей бастайды, олар да кәртейе бастайды. Жаңадан оқытатын жасуша таппай қалады. Т лимфоцит сияқты шығатындай. Одан кейін Б лимфоциттер бар. Мынау Т лимфоциттер қанда жүрсе, Б лимфоциттер лимфада жүреді. Ал енді НК лимфоциттер бар. Олар енді табиғи киллерлар. Олар таптырмайтын табиғи киллерлар. Олар ештеңкеден қорқпайды, ештеңкеден жасымайды. Жауды көрсе болды, атып тастайды. Олар НК жаңағы лимфоциттер бізде рак клеткалармен де күреседі. Рак клетканы тауып алады, оны жойып жібереді. Вирус ішіне кіріп кеткен клетканы тауып алады да, вирус о жерде дамымай тұрған кезде жарып тастайды, аямай. Сол НК киллері, натуральные киллері деген бізде лимфоциттер бар. Осындай тосқауыл, осындай қорғаныс бізде бар. Бір армия, Шыңғысханның армиясынан да кем емес заттар бар. Өзінің генералдары бар, өзінің капитандары бар, лейтенанттары бар. Базофил мысалы ішіндегі биохимиялық заттары бар. Сол жарылған кезде клетканы жаңағы жей бастайды. Жей бастап отырып бірге ақпаратты жаңағы Т лимфоциттарға беріп отырады. Көрдіңіздер ме? Қандай тосқауыл тұр. Ал енді сөйтіп отқан тосқауылды біз қалай бұзып отырмыз? Иммунитетіміз әлсіреп, қайта ауырып, онкологияға ұшырап, аллергия деген қазір көбісінде, бұрын аллергия дегенді біз білмеушек. Мен 83-ші жылы бітірдім. Бірең сараңы ғана ауыратын. Қазір одан кейін 88-ші жылы кеп жұмысқа кірдім. Аллергиямен енді көбірек адам ауыра бастады. Осы уақытқа дейін мен аллергиямен ауырған емеспін. Ол менің 7 жасқа дейін әжемнің берген жаңағы тамағына байланысты. Таза ауада өстік, таза табиғи жаңа тамақ жегеннен иммундық жүйеміз өте мықты болғандықтан. Сол кісіге жаңағы 1000 алғыс менің әжеме. Біліп отырған қандай тамақ берген, ешқандай бөтен зат кіргізбегендіктен. Иммунитет қазір енді әлсіреді, әрине 60-қа келіп қалдым. Бірақ осы уақытқа дейін сыр берген жоқ. 60-қа кейін 60-қа келіп ап сыр беріп атқанына да шүкір деймін. Ал енді қазіргі заманда, қазіргі біздің осындай қалада тұрып жатырмыз. Аллергия деген зат қайдан пайда болады? Аллергия деген не? Аллергия деген негізі ауру емес. Аллергия деген біздің осы иммундық жүйенің өте сезімталдық болғаны. Қатты сезімтал. Постоянно жаңағы атака жасайды.
қайта жауға шаба береді, тоқтамай жауға шаба береді. Өзі шаршаса да бәрін жаңағы қиратса да жауға шаба береді. Өте сезімтал. Неге сезімтал? Қалай ойлайсыздар? Қазіргі біздің белок деген нәрсе, мысалы, соны өзгертіп жүреді құрамын. Қалай өзгертеді? Ауа таза емес, өздеріңіз ойлайсыздар. Ауада көптеген, мысалы, көзге көрінбейтін, біз ауаны көзбен көрмейміз ғой. Бірақ ауаның ішінде адам баласына керек емес заттар бар. Мысалы, свинец. Ол біз ауаны жұтқан кезде ішімізге кіреді, иммундық система оны жібереді, өйткені ол көзге көрінбейді, өтіп кетеді. Бірақ ол бараттағы біздің белокқа кіреді. Ал енді белокта свинец болмау керек, қорғасын. А ол белоктың ішінде тұр. Ол белоктың формуласы өзгерген. Ал иммунитет деген не? Бізге танымайтын затты жаңағы жою керек қайтсе де. Ағзамызға бөтен молекуласы сәйкес келмейтін, оқи алмайтын затты жою керек. Сөйтеді иммунитет сол жаққа шабуыл жасайды. Ол сол шабуыл жасағанмен жаңағы ананы жеп тастады, бірақ ауамен тағы кеп жатыр. Вот аллергия деген сол. Сөйтеді мына базофилдар жарыла береді, ішінен гистамин шыға береді. Енді біздің жаңа фармацияда сол гистаминді азайтатын, соған блок қоятын дәрілердің бәрі блокаторы H1 гистаминовых рецепторов дейді. Алаттағы сол гистамин шықпасын деп, гистаминнің жолына блок қойып тастайды. Болды. Аллергия сонымен емдедік деп ойлайды. Аллергия емделді ма онымен, ол дәрімен? Бірінші поколение, екінші поколение, үшінші поколение. Сразу айта кетейін. Сөйтіп, аллергия не лечится деп айтады бізге. Аллергия не лечится. В общем, өте күрделі тақырып, өздеріңіз. Бір емес, бірнеше апта, 2-3 апта айтамын ау деймін осыны. Қайта иммунитетті өтеміз ау деймін. Өйткені өте жаңа қазір айтсам, өзім қызығып кеттім, бірақ информацияны сіздер қабылдай алмайсыздар. Ары қарай менде иммуноглобулиндер бар, бәрін айтып берем. Енді аллергияға келейік. Неге ол аллергия пайда болады? Сол жаңағы кішкентай молекула, көзге көрінбейтін, алаттағы міне ақуызға барып тіреліп қалады. Міне аллерген жаңағы мен айтқан ішке кіре береді. И бұл жерде реакция сенсибилизация. Бірінші кірген кезде алаттағы оған жаңағы антиген жасап қояды, антителоны шығарып қояды, иммуноглобулин бәрі бар, антитело шығарып қояды. Антитело мен антиген екеуі байланыста тұр. Ал енді адам баласы тағы да екінші рет барған кезде бұл жерде енді аллергический реакция неуправляемый болып кетеді. Ана гистамин өте көп шығып кетеді. Содан кейін не? Уже патологияға кетеді. Қатты жаңағы мидың тамырлары ашылып кетсе, гистамин кірсе, мигрень деп аталады. Ол да аллерген түбі. Егерде жаңағы бронхының тамырлары ашылып кетсе, бронхиальный астма дейді. Егерде мұрынның тамырлары ашылып кетсе, ринит дейді, полиноз дейді. Ол кезде не береді? Оны жаңағы кішірейтетін нафтизин сияқты дәрілерді себе бастайсыздар. Противоаллергический дәріні іше бастайсыздар. Проблема онымен шешілген жоқ. Қалай болды, солай қалды. Енді түсініп отқан шығарсыздар. Бізге не істеу керек? Бізге иммундық жүйені қалпына келтіру керек. Бір. Екіншіден, өте сезімтал реакцияны қанды тазалау керек. Қанымызға кірген аллергендерді тазалап тастау керек. Оны жасау үшін бізге тыныш ұйқы керек. 3-4-ке дейін ұйықтамаймыз тағы да.
мына иммундық системаны ренжитіні бізге түнде ұйықтап шаңдаршы хотя бы дейді. Ал біз түнге дейін телевизор көріп, компьютерда отырып, тағы түнді де бермейміз. Бізде түнде фагоцитоз болады. Түнімен мына жаңағы бұзылған клеткалар, істен шыққан мусор, бір сөзбен айтқан кезде, соның бәрін жою керек, қорту керек, шығару керек. Соны түнімен істеу керек. Адам баласы қазір түнде де ұйықтамайтын болды. Сондықтан иммунитет таң атқанша үлгермейді. Сөйтеді дағы мына антиген, антитело капиллярға кіріп кетеді. Капиллярға кіріп кетеді, оның бір жақ ұшы, ол да енді бөтен емес қой, біздің клетканың бір несі ғой. Алаттағы сол тамырға жабысып алады. А капиллярда қан айланымы бәсеңдеу, сол жерде тұрады. Көз қызара бастайды. Оны жаңағы майда капиллярдан шығару үшін жаңағы көз қызарады, көзден жас ағады, қайтсем шығарам дейді. Түбі оны макрофаг тауып алады да жейді. Бірақ енді оны жеген кезде, оны жаңа жабысып тұрған жеріндемен бірге аямай сол жерден де жұлып алады. Сол жерде бізде микротравма деген пайда болады. Міне, ал енді біздің IgG-ның құрамын көрейік. Бізге иммунитетке жұмыс істейтін қандай жағдай жасайды? Бірінші, мына бидайдың тура ішінен, ортасынан алған майлы заты бар. Ядросын алған тура, өзегін алған бидайдың. Соның керамидасын алған. Керамид деген не? Ол бізге өте қажет майлар. Ол майлар бірден бараттағы коллаген синтезіне кіріседі. Коллаген деген бізге жаңағы айтып тұрған гистамин тамырлардың ашып жібереді. Бізге о жерді жабу керек. Бізге о жер өте мықты болу керек. Тағы да ол қатып қалмау керек. Біздің тамырларымыз сондай болу керек. О жерге де коллаген керек. Тамырлардың ортасына да коллаген керек. Біздің терімізге де коллаген керек. Аллергия кезінде терінің де жаңағы тамырларын ашып жібереді. Сөйтеді дағы аллергичный адамдарды барлықтарыңыз көріңіздер. Крапивница дейді, отек дейді, жаңағы экзема дейді, қышиды, қып-қызыл болып кетеді, су шығады. Тері бұзылады. Ал мына керамида пшеницы теріні нығайтып береді бізге. Көрдіңіздер ме? Енді тағы да не бар бұның ішінде? Хитолиф деген дүние бар. Жылжыта беріңіз. Хитолиф деген дүние бұл зейтін майын шығарған кезде бір шеті май болады, бір жағы жаңағы керек емес атқоты болады. Ал енді бетіне көбік сияқты әппақ су жиналады. Сол әппақ судың ішінде гидрокситиразол деген ең мықты антиоксидант бар. Бүгінгі күнге адам баласы тапқан ең мықты антиоксиданттың өзі осы гидрокситиразол. Ол жасушаларды жан жағынан қорғайды. Шаршап қалған иммундық жасушалар қорғауға алынады. Кәдімгідей. Оларға дем береді. Оларға жаңағы қуат береді. Олар тезірек жаңағы жылдам жүре бастайды, жүгіре бастайды. Олар өздеріне жаңа қорек алады. Қоректенеді. Витаминдері бар, майлары бар. Өте керек строительный материалы бар. Соны алаттағы жасушаның сыртынан сол жаңағы қорғаныс болып, бізді қорғайтын иммундық жасушаның сыртынан бұлар қорғау болып тұрады, тосқауыл болып тұрады. Сөйтеді біздің иммундық жүйе нығаяды. Сөйтеді бұлар күш пайда болады. Бұларда күш пайда болса, кез келген клетканы жарып жібереді, керек емесін. Міне мына исследованиесі антиоксидант екенін бәрін дәлелдеген. Теріні нығайтады. Бізде сондықтан экзема, псориаз, терінің бұзылуынан керемет
нәтижелер болып жатқаны осы гидрокситиразол керамиды пшеницаға байланысты. Ал тері ол біздің тосқауылымыз ғой. Бізді мына сырттан қорғап жатқан тері емес па? Теріден басқа не қорғап тұр бізді? 5 қабат тері бізді қорғап тұр сырттан. Ойланып көрсеңіздер. Енді бұдан басқа тағы да не бар? Сакура деген бар. Сакураны Япониядан алған. Сакураның ол да мықты антиоксидант. Онкоклеткаларды жояды. Қабынып тұрған жерлерін бәрін басады. Жаңағы шлак токсиннен тазартады. Теріні де тазартады. Тамырдың ішінде тазартады. Коллаген синтезіне керемет қатысады. Жаңағы бізде майлар бар. Май қышқылдары, таптырмайтын, ауыспайтын май қышқылдары бар. Тағы да ең мықтысы сакураның бір-біріне жабысып қалмайды. Жаңа мен айттым ғой, аллерген өте майда болып, біздің жаңа тосқауылдан өтіп кетеді дағы, белокпен жабысқан кезде, пожалуйста, міне, комплимент болады да қалады. Уже чужой молекула. Соны жабыстырмайды мына сакура. Сондай қасиеті бар. Белок бір-бірімен жабысып қалады. Керек емес жерден жабысып қалады. Оқи алмайтын жермен жабысып қалады. Оны да атаковать етеді. Біздің не? Мысалы деп айтайын. Мысалы, стафилококк. Ол бізге не жау емес, не доста емес. Стафилококктар, стрептококктар. Бірақ олар біздің ағзамызда көбейіп кетсе, олар уже белоктың ішіне кіріп алады. Белоктың сыртын өзіне керек қылып өзгертіп алады. И не? Аутоиммунка пайда болады. Өйткені ол формуланы оқи алмайды. Біздің иммундық жүйе. Сосын кейін сол жаққа шабуыл жасайды жатады. Оны медиктер аутоиммунка дейді. Емдей алмаймыз деп жоққа шығарып тастайды. Сакура соларды бір-бірінен ажыратып отырады. Анау бөлек, мынау бөлек. Пожалуйста, жауың міне, жауға шап дейді. Өзіңе шаппа дейді. Сөйтіп жол көрсетеді. Көрдіңіз бе? Бара-бара уже стафилококкқа өздері макрофаг жаңағы деп қояды оны. Ары қарай тағы да не бар? Мысал қылып келтіріп жатырмын. Тура сол мысалды паразитпен де келтіруге болады. Куркумин. Куркуманың ішінен куркумин алған. Ол не? Ол тағы да мықты антиоксидант. Тағы да қай жерде қабынып тұр, воспаление бар, сол жердің бәрін басады, тыныштандырады. Тамырларын бәрін тазалап береді. Сүйектің ішінде не тығылып жатыр? Біздің сүйектің ішіне бруцеллезға дейін тығылады. Ортасына кіріп алады. Грибок кіріп алады. Тура сүйектің ортасына кіріп алады. Соның бәрін тазалап береді. Когнитивный функция деген ол жаңағы мидың ішіндегі ойлау қабілетін, мидың нейрондарын бір-бірімен жалғастырып береді. Сол жерде ашылып жерген жаңағы аллергия бар адамдардың мидың тамырлары ашылып жерген, сол жаңағы тесіктен гистамин шыққан жер мигрень болады. Міне, куркумин сол жақты реттейді. Мысалы, противорак, рак клеткасын тауып береді. Мына НК натуральный киллерларға өте мықты көмегі бар. Рак клеткасын жоя бастайды. Көрдіңіздер ме? Таза куркумин бұл жерде. Бұл жерде куркума емес, куркуминнің өзі. Өте мықты тазартып алып келген бізге. Куркумин өте мықты тазару керек адамның ағзасына түсер алдында. Капризный зат. Куркуминді алу өте қиын. Бізде таза куркуминнің өзі бауырымызды тазалап береді. Өт жолымен бірге. Өттің құрамын қалыптастырады. Өт тап-таза мөлдір судай болып ағады. Тамшылап тұрып. Қою болмайды. Өтті қоюландырмайды куркумин. Бітті ғой, ол өте мықты көмек қой мысалы. Аллергия болған адамдарға осы мықты көмек. Тағы да не бар бұның ішінде?
ары қарай слайдты аудара беріңіз. Гимнема сильвестр, пожалуйста. Бұл қант көбейіп кетеді бізде. Тәттіні көп жейді қазіргілер. Сөйтіп қанда жаңа қан қоюланады, тәтті көбейсе. Тәтті көбейсе, ол жерде грибок, лямблия, паразит бәрі тәттіге келіп үймелейді. Сөйтеді дағы инсулин уже дұрыс шықпайды. Глюкоза слишком көп. Инсулин глюкозамен байланысқа шыға алмайды. Клетка қабылдамайды, оны жауып тастайды. Мына жерде инсулиннің шыққанына, дұрыс инсулин шыққанына, ана тәттіге әбден мастанып тойып алған жаңа паразиттердің бәрін ұйқы безінің ішінен қуа бастайды. Ұйқы без қалпына келеді. Диабет, пожалуйста, диабетиктерге бұл тура қантты жоятын шөп. Қантты жойып тастайтын шөп. Міне, диабетиктерге салып қойған осы шөпті осының ішіне. Қан тазалана бастайды бұдан. Қан таза болса болды. Ұйқы без өзінің ферменттерін берген кезде, ұйқы бездің ферменттері кез келген тіпті сырттан келген құрттың бәрін езіп жібереді. Ұйқы без, өт жолы бәрі әлсіз болғандан құрттар бас көтеріп құтырады біздің ішімізде. Құрттар болу керек, бірақ олар жаңағы төменгі шекте отыру керек, басын бері қарай сұқпай. Ал бізде шегімізде жіңішке шекте тойраңдап жүр қазіргі таңда. Көрдіңіздер ме? Олар ана астың қалдығын қорытуға көмектесетін құрттар, олар болу керек. Бірақ олар өз орнын білу керек. Ал мына жерде тәттіге әуестерге өте жақсы. Тәттіге әуесті қоясыздар. Тәтті жегілеріңіз келмей қалады. Осы жаңағы біздің порошокты тілдің астына сепкен кезде. Гимнемнаның қасиеті осы. Тағы да не бар бұның ішінде? Ал иммундық клеткаларға пайдасы бұның. Қан қою емес. Қан өзінің қалпына келеді. Сөйтеді, ол жерде тездетіп жүгіреді. Иммундық клеткалар жаңағы тұрып қалмайды. Тез болады информация. Ал мысалы базофил жарылды, мына жерде жаңағы Т клеткаға ақпарат алу керек. Қайтып алады, қойуған болса. Жүр алмайды өзі. Т клетканың өзі зорға жетеді. Связь жоқ. Енді мына жерде гранат, анар. Анардың ішінде пуниколагин мен пунический қышқылдар бар. Анардың дәнінен алған омега-5 деген май бар бұл жерде. Именно омега-5 деген май онкоклеткаларымен мықты алысады. Именно онкоклетканы тауып алып, соларға жаңағы біздің иммундық системаға соны көрсетіп беретін. Міне, мына жерде тығылып жатыр деп айтып беретін қасиеті бар. Жоғарғы қан қысымын төмендетеді. Рак простата еркектерге, рак кеуденің, сосын кейін рак толстой кишки. Бұл доказанный, эффективный жаңағы не. Тамырлардың бәріне қан жүгіртеді. Көрдіңіздер ме? Жіңішке тамыр болсын, қай жерге қан жүгіртеді. Сөйтеді, ол жерге қуат пайда болады. Қан жүгірген жердің бәрі ол көздің жіңішке тамырлары. Ол жаңағы мидың тамырлары. Ол ер адамдардың мүшесіне баратын тамырлар. Сол тамырларға қан жүгірсе, бізде ер адамдарға да біздің жаңағы көздің көру қабілетіне де, мидың жақсы жұмыс жасауына да, қан тамырлары болсын, бүкіл майда жіңішке қан тамырларына бәріне жаңағы көмек береді. Кішкентай, өте жіңішке көздің астындағы тамырға дейін, пожалуйста, сол жерге иммундық клеткалар барып, мусордың бәрін тазалап тастайды. Өйткені сол жердің бәрі ашық тұр. Соның бәрін ашып береді бізге. Көрдіңіз бе? Қан, ең біріншісі қан. Қанның құрамы. Міне гранат деген пунический қышқылы, пуниколагендер өстіп жұмыс істейді бұның ішінде. Бұның ішінде тағы да не бар? Жидектер бар. Белый персик бар. Белый персикті сосын кейін осындай жидектер бар. Табиғи жаңағы не емес, плантация емес, теріп алған. Осының ішінде антиоксиданттар бар, өте керемет.
бұлар жаңағы бізде енді қартайтпайды. Мен жаңағы айтып кеткен тимустағы отырған дамыған Т клеткаларға өте мықты көмек береді. Өте мықты қорғайды оларды. Сосын кейін жаңағы майлар қышқылданып кетпесін деп майларды қорғайды. А біздің майымыз жаңағы жасушаның 2 қабаты да майдан тұрады. Сол май күйіп кетпесін деген әрекет жасайды. Міне осылар жидектер. Йоды көп тағы да. Йоды көп, мына фиолетовый болып тұр ғой, қара сияқты болып. Солардың ішінде йод бар деген әңгіме. Йодтан бізде грибок қорқады. Йодтан бізге ойбай бактерияның бәрі қорқады. Йодтан вирустар қорқады әуелі. Вирусты жеңетін йод. Сонда ұйқы безде, қалған бездер де өзінің жұмысын атқарған кезде, йод толған кезде, біздің жаңағы жасушаларымыз ойбой деген мықты жұмыс істейді. Жаңара бастайды. Енді белый персик деген бар, о жерде мықты витаминдер бар. Витамин бізге жалпы не үшін керек? Витамин бізге жалпы біздің ішімізде биохимический процесстердің жаңағы жылдамдылығы түспеу үшін керек. Сіздер ойлап қараңыздар. Бір ғана жасушаның, бір ғана фосфолипидінде 5 миллион 1 секундқа биохимиялық реакция жүреді. Соны бізде бәсеңдетуге болмайды. О жердегі биохимиялық реакция бәсеңдеп қалса, 0,001 секундқа тормоз болса, оның арасында какой-то доли секундқа өте мықты улар да шығады. Көрдіңіздер ме? Оны тоқтатуға болмайды. Сол витаминдер катализаторлар. Сол процесті тездеткіштер болар. Сол үшін керек бізге витамин мен минералдар. Минералдар ферменттерді ағытып береді. Болды. Енді бұлардың бәрі 8-і жан жақтан не істейді? Бағаналы жасушаны, стволовой клетканы дамытып, жілік майын ішінен шығарып, кез келген істен шыққан клетка болсын деп тұр. Ал бізде істен шыққан клетка, пожалуйста, лейкоциттар килограмм болып өледі. Бір жараға қаншама лейкоцит өледі. Іштегі жараны біз көрмейміз. Олардың бәрін триллиондаған клетка, миллиондап өледі лейкоциттер. Олардың бәрі қаяқтан шығады? Біздің иммундық жүйе қаяқтан шығады лейкоцит? Осы бағаналы жасушадан шығады. Яғни жілік майдың ішінен лейкоцит шығады. Бір ғана бағаналы жасушадан ол үшеуін береді бізге. Лейкоцит, тромбоцит, эритроцит. Осы үшеуін шығарып береді. Әрине, егерде оған күші жетсе, строй материал дұрыс болса. Біз осы өнімде строй материалмен осындай қуат беріп тұрмыз. Біздің іште жатқан жілік майдың алтын сандықта бізге запас болып жатқан жасушаларымызға осындай көмек беріп жатырмыз. Ал енді мен бітірдім осымен. Бәрі түсінікті болды ма? Рахмет, Жанар Төлеуовна. Кофе туралы бір-екі ауыз айтасыз ба? Кофе ма? Кофе керемет. Кофе деген, оның ішінде гинка белоба бар, балық майы бар, омега-3 деген. Сосын кейін стевия бар. Диабетиктерге ішуге болады. Кофе, 15% кофесі да бар. Тағы да одан басқа да заттарды қосқан. Бізге өте керек заттарды. Біздің ойлау қабілетімізді нығайтады. Ұмытшақ болмаймыз. Тез ойлай бастаймыз. Тамырларды тазартып береді. Кофе, әшейін кофе ішіп отырып, қан тамырларын тазартып отырасыздар. Ойлау қабілетіңізді жаңағы жақсартып отырасыздар. Тура жаңағы мына экраннан кешке дейін отырған адамдарға, студенттерге сондай кофе керек, энергетик ішкенше, осы кофені ішіп, өте пайдалы затты ішкен дұрыс деп ойлаймын. Ол да бір жағынан
бізге көмек. Рахмет, Алла разы болсын. Енді Рахмет. мен сіздерге қоятын бір сұрақ. Қан тазарған кезде